мәтелдің айырмашылығы қандай? Бұл жерде екеуінің де беретін ойы, тәрбиесі, даналық тұжырымдары өте тамаша. Бірақ мәтелдің мақалдан гөрі ойы анық емес. Бұл әрі қарай өзіңді ойлануды қажет ететін ауыз әдебиетінің бір түрі. Мұнда ой астарлап беріледі, ишарамен беріледі, тұспалмен беріледі. Мысал үшін айтайық. Тауықтың түсіне тары кіреді. Міндетті түрде тауық немесе тары туралы болып отқан жоқ. Нені ойлап отырасың, сол нәрсе сенің түсіңе кіреді деген мағынада. Немесе шегірткеден қорыққан егін екпес дейді. Балапанды күзде санайды дейді. Түйенің үлкені көпірден таяқ жейді. Әлін білмеген әлек. 50 жылда ел жаңа. Кемедегінің жаны бір. Көріп отырсыз ба? Тоқпағы күшті болса киіз қазық жерге кіреді дейді. Міндетті түрде қазық немесе тоқпақ туралы болып отырған жоқ. Талап ететін адам күшті болса, істелетін жұмыс та соған сәйкес болмақ деген мағынаны білдіріп отыр. Міне, осы мәтелдердің бәрінде де айтатын ой, тәрбие, ұғым бәрі де мақалға ұқсас болып келгенменен берілетін ойы жағынан мақалдан гөрі айырмашылығы бар екен. Демек, ой сәл тұспал мен астарлы оймен берілетін болғандықтан, онда айтылатын ойды сәл ойланып, не туралы айтылып жатыр екен дегенді сәл ойланып, жақсылап, басыңмен кеңесіп барып, пішкен абзал деп ойлаймын.